Найзағайлы сәлем. Google карта әлемнің кез келген жерін көз алдыңызға тамашалауға мүмкіндік беретін құрал. Бірақ ол әлемнің ең жұмбақ жерлерінде көрсете алады. Бүгінгі видеода мен сіздерге Google картадағы қорқынышты мекендерді көрсететін боламын. Видео басталмай тұрып арнаға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақстан. Қазақстанда да мұндай жерлер бар екен. Мынандай жұлдыз Қазақстанда қайдан пайда болды? Интернетке осы сурет жүктелгелі бері біраз пікірталастар басталды. Ол сатанистердің мекені, ортасында олардың ғибадатханасы бар дейді. Расында мұның барлығы да ертегі. Ал шынында бұл сурет ертеректе салынған. Ал жұлдыз Совет үкіметінің негізгі белгісі. Сахара. Қазақстандағы жұлдызы бар жерге көз жұмып қарай салдық. Ал мынаны кім жасады? Сонда не өзге ғаламшарлықтар шын өмірде бар ма? Оның айналасы 100 000 квадрат метрді құрайды. Сондықтан мұны адам салды дегенге ешкім сене қоймас. Жарайды. Сіздер перғауындардың мыңдаған жылдар бұрын не жасағанын білесіздер. Ал пирамидалар әлі өз орнында тұр. Сонда осыны адамның істегеніне сенгіңіз келмей ме? Шындығында мұны Даст Артем творчестволық командасы 1997 жылы жасаған. Ал қазіргі түрі осындай болып қалды. Жапония. Қазір ойлауыңыз мүмкін, мына суретті кім көрінген сала береді ғой деп. Ал негізінде бұл жерге кім көрінген кіре бермейді. Себебі бұл жер әуе сарбаздарының әскери штаты. Мұндай қорғалған жерге кім осылай сурет салуы мүмкін? Негізі бұл әскери штаттың аты вампирлер. Ал мына олардың негізгі белгілері. Әуреге қалмас үшін төбеге суретін осылай сала салған. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.